ендеше балалар бүгінгі сабағымызды шаттық шеңберінен бастайық, иә? Көтерілер шаңырақ, уықтары шаншылар, керегелер керілер, өрімдей боп өрілер, бәріміз жүрсе айналып, күйзей болып көрінер. Тамаша балалар, ендеше орныңызға жайғаса қояйық. Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Дұрыс, көктем мезгілі. Көктем мезгілінде қандай мерекелер болады? Дұрыс, наурыз мерекесі болады. Аналар, қыздар мерекесі. Балалар, наурыз мерекесінде біз үстімізге не киеміз? Ұлттық киімдер киеміз. Ұлттық киімдер бізде не бейнеленген? Дұрыс, Айзия, ою-өрнектер бейнеленген. Ою-өрнектердің түрлері бар екен. Ою-өрнектер геометриялық, жануар тектес, өсімдік тектес, аспан денелі болып бөлінеді екен. Балалар, бұл ненің дауысы? Бізге хат келіп тұр екен. Қарайықшы қандай хат екен, ашып оқайық. Балалар, бұл білімділер елінен келген екен бізге. Білімімізді тексеру үшін тапсырмаларды орындаймыз ба, білімділер елінен келген тапсырмаларды? Жарайсыңдар балалар, біздің білімімізді тексермекші екен. Ең бірінші тапсырманы қарайық. Ой, балалар, бізге жұмбақ келіпті. Бірінші, жұмбақ шешкен ұнай ма сендерге? Ендеше тыңдайық. Киелі жануар, үстінде екі тауы бар. Бұл не? Дұрыс, түйе екен. Балалар, түйеге байланысты қандай ою білеміз біз? Дұрыс, түйе табан ою міне. Келесі жұмбақ. Тыңдаймыз. Ай мүйізді, ақ мүйізді, аппақ жылы тоны бар. Дұрыс, қошқар міне. Балалар, қошқарға байланысты бізде. Қошқар мүйіз ою бар міне. Келесі жұмбақ. Адамдардың бәрі қызығады, су құймасаң бұзылады. Ол не? Су құймасаң бұзылып қалады, ол не? Дұрыс, гүл. Дұрыс айтасың, Айзия. Міне, гүлге байланысты бізде гүл ою бар балалар. Келесі. Қанаты бар талмаған, аспанға ұшып самғаған. Құс, жарайсыңдар, құс міне. Қарғада құс. Міне, құсқа байланысты бізде құс қанат деген ою бар. Құс қанат. Жарайсыңдар. Келесі жұмбақ. Айнаға қараймын, шашымды тараймын. Дұрыс, тараққа байланысты бізде қандай ою бар екен? Тарақ ою бар екен. Міне, тарақ ою. Балалар, ендеше осы біздің білімділер елінен жіберген екінші тапсырмамыз бар екен. Қандай екінші тапсырмамызға өте қояйықшы, жүріңдер. Келе қойыңдар. Әртүрлі оюлар берілген екен. Мына біздің алдымызда құм берілген, кинетикалық құм. Соны қолмен алып, мына оюларды ішіне толтырамыз, оюлардың ішіне құмды. Қолымызбен аламыз. Көрсете қойайық. Бәріміз істейміз. Шашпаймыз. Алып. Сала қойып жолына. Тығыздап саламыз. Тығыз болу керек оюымызда. Енді балалар, жайлап оюды. Жайлап көтереміз былай, қолымызбен итереміз. Шықты ма оюларың? Жарайсыздар. Міне, сенде тамаша ою. Гүл ою шықты міне. Сенде қандай ою шықты, қаншайым? Қошқар? Қошқар. Мынау қандай? Тамаша. Мынау қандай ою? Гүл ою. Келесі бізде тапсырма. Сәйкестендір деп аталатын жерге тұра қояйық. Так, балалар, бізде 1-ден 5-ке дейін сандар ауыстырылып берілген. Мына жерде күйзейдің сандары берілген. Екі қолмен сәйкестендіру керекпіз. Жылдамдықты анықтаймыз, е? Кеттік, Самина. Так, Самина 1, 3, жарайсың. 4, көрсетпесіңіз. 4, жарайсың. 5, жарайсың. Абдырахман, 1, 4, 4 күйзейдің.
жарайсың. 2. 2 кезде. Так, бара-бар. Абдрахман так маған Айза көрсетеді 5-ті. 2. Жарайсың. 1. Жарайсың. 4. 3. Жарайсың. Жоқ. Дұрыс емес. Дұрыс жарайсың. Балалар, бізде келесі тапсырма жоқ ойындар, орнымызға отырайық. Енді бір-бірлеп шығайық. Софина келе ғой. Софина, бізде 1-ден 10-ға дейін яшықты ең біреуін таңдай ғой. Қайсың таңдағың келеді? Баса ғой. Баса ғой. Оюға қараймыз. Оюдың жартысын табу керекпіз. Қайсы екен? Дұрыс па, балалар? Иә. Жарайсың. Софина, отыра ғой. Келесі. Келесі маған келеді. Жахангер келе ғой. Қай яшық таңдайсың, Жахангер? Баса. Ал, Жахангер. Ойы қысқанаты ойының жартысы қайда? Мынау дейді, Жахангер. Дұрыс па екен? Иә. Отыра ғой, Жахангер, жарайсың. Келесі. Асылым келе ғой. Қандай ғой, бір яшықты? Баса ғой. Асылым. Қара ғой. Ана ойының жартысы қайда? Дұрыс па, Асылым? Жоқ. Міне еді ойың. Отыра ғой, жарайсың. Асыл. Так, Руфат келе ғой. Балалар, мұқият қараймыз. Қандай ғой, бір яшықты? Так, Руфат. Ой, жарайсың, Руфат. Дұрыс дейді Руфаттың тапқаны. Алихан таңдай ғой. 8-ші яшықты. Алихан қараймыз. Жарайсың, Алихан. Ендігісін дұрыс табамыз, иә? Қай өлеу жатсың? Жарайсың, тамаша. Ендеше балалар, сендер шашадыңдар ма? Сергіп алғыларың келе ма? Иә. Бойымызды сергіту сәтін жасап алайық. Кел, мына көрпешелерге отыра алайық. Шығармашылық топ түйетабан ойын бояймыз. Мына жақ жіппен бастырамыз, иә, жапсырмаққа жапсырып. Суреттің бойымен жіпті жапсырамыз. Гүл ою, иә? Сендерге оқу әрекет ұнады ма? Иә. Тамаша балалар. Қатысқандарыңа көп-көп рахмет. Сау